Менің әйелімнің образы осындай негізі. Осылай үйде жүреді. Қазір атамыз үйге кепті. Резко андай оралмасын салып дайындап қойды. Қазір әйеліміздің образын көреміз. Ата келгенде әр әйелдер қандай келіндер қандай болып кетеді. Тұтық. Опа. Қазақтың келіндері. Қазір атаның қасында көреміз қалай прикол ұстайсың. Уятсай бір. Ата де. Ассалаумалейкум. Резко. Дәс келдім мен ана. Заманда ақпарат деген көп қой қыздар. Бәріміз білеміз, кітап оқу керек екенін, қаржылай сауаттылықты арттыру керек екенін, спортпен айналысу керек екенін тұрақты түрде, діни білім алудың да парыз екенін білеміз. Бірақ көбіміз тұрақтылықты қолға ала алмай жатыр. Алейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Алланың қалауымен кезекті тойымызға, кезекті қуанышымызға келдік. Бүгін 4-ші күн работаем, Аллаға шүкір. Энергия прет деп өтірік айтасың. Негізі энергия жоқ, 3:30-да ұйқыдан тұрғасың ғой, әрең дегенде. Бүгін тоже 60 жас. Да, жігіт шаршап қалған сияқты жатыр. Нормально. Нормально. Шүкір. Жұмысың болғанға не жетсін, жұмысың болмағаннан қарағанда. Айтпа, е? Сол, Аллаға шүкір, Аллах тағала абыройдан айырмасын. Самый главный күш қуат қой. Бүгін енді тойымыз жақсы өтеді деген ойдамыз. Қонақтар, главный той иелері күшті кісі келді. Көреміз енді, Алла қаласа, Алла абырой берсін. Той болса звондаңыздар. Что-то көп ойланып кеттіңіздер. Тамақ ішуге. Осы стаппен. Сіздер өздеріңіз енді тиктоктағы оқырмандар біледі, мен феромонмен осындай парфюм шығарып жатырмын. Енді мен өзім араластырып 4-5 парфюм сепкеннен кейін бақайым тұтасып қалады. Қазір осы феромоны бар парфюмді сеуіп көрейін и бақаның реакциясын көрейін. Жан, кеттік, дайынмын. Сумканы мен алып. Есть, ну? Парфюм ғой? Ну, есть, да? Жоқ, арасында сүйдім ғой. Кем екен, да? Күшкенсі бірақ. Да? Сабақта вообще өзім түріме өзім таңғаламын ғой, сабақта вообще басқа адаммын да. Потому что это, знаете, мен сабақ берген кезде максимальный түрде полностью маған келген адам бір нәрсе алу керек міндетті түрде да. Енді бүгінгі сабақ енді альхамдулиллах ла хаула ва ла куввата илля билlah, Аллах тағала арқылы ғана болмаса менде күште, қуатта, білімде ештеңе жоқ. Шүкір Аллаға, өте күшті болды. Енді оған сіздер қатыса алмайсыздар, мен просто айтып жатырмын да. Оған қатыса алмайсыздар, потому что ол басталып кетті уже. Мен орта жолдан сіздерді қосып, олай жасамаймын ешқандай да. Енді иншаллах бүгін бірінші сабақ болды. Тағы 2 сабақ бар бізде. Содан кейін барып мен қайтадан сіздерге айтам. Жаңа поток сіздерді қосатын болам, Алла қаласа сол кезде қосыла аласыздар. Получается, ендігі айдың бір примерно 8-деріне Құдай қаласа қайтадан жаңа поток ашатын болам. Бәрін қоя беріңіздер. Менің Вьетнамда күшті видеоларым қалып кетті салынбаған күйде. Қазір мен Вьетнамдағы бүкіл видеоларды саламын. Как будто мені Вьетнамда жүр деп ойлаңыздар да, вау деген смайликтер жіберіңіздер. Сторисіма. Одан кейін барып күшті пост салам. Самый маған қатты ұнайтын суреттер, видеоларды ең салатын боламын.
алла қаласа. Сол үшін де енді обидно ғой, қалып кетпесін, енді телефонда тұр дайындап қойғам, қазір сторисқа салатын боламын, мені Вьетнамда жүр деп ойлаңыздар, негізі мен Алматыдамын, Қазақстандамын. Сол үшін де жандарым, сол от души жақсы сөздеріңізде от души айтыңыздар. Мен всегда айтамын, біз мұсылманбыз, біз бір үмметпіз, біз бір-бірімізге бауырымыз, бір-бірімізге жақсы сөйлеу керекпіз, бір-бірімізді жақсы көру керекпіз әрқашанда. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Тоже мен қалаймын, что сіздердің де маған андай махаббатты енді күшті қылып комментарий жазып лайк басқандарыңызды. И поэтому анау зарлап қоймады ғой, баса салайыншы лайкты, комментарий жаза салайыншы деп емес. Менің бауырым ғой бұл. Мен жақсы көремін ғой бұны. Сондай біреуге жақсы сөйлесең, Аллах тағала саған деген жақсылығын артады. Біреуге жомарт болсаң, Аллах саған деген жомарттығын артады. И поэтому андай от души махаббатпен жазыңыздар комментарийді. Махма жаңағыдай ладно, зарлап қоймадым ғой, стористі жаза салайын деп емес. Сол үшін де бұйырса барлықтарыңызға өте әдемі сурет саламын. Бүгін өте күшті пост салатын боламын. Сол постыма күшті комментарий, лайк басып кетіңіздер, жүрек тастап. Люблю, жақсы көремін сіздерді. Қазір саламын, стористар бастаймын.